Есмағамбеттің осы нық мінезі сержанға да қатты ұнағандай, атасына бір сәт сеніммен әрі риза болып қарап тұрды. Осы кезде малқора жақтан шығып келе жатқан Балмағамбет: Е, қайда тұрдыңдар?" деп қалды таңданыспен. "Шағалаға бармақпыз", деді Есмағамбет. "Ойпырмай, өйтіп-бүйтіп сені де түсірген екен-ау. Осы баланың осындайы бар." Майдалап сөйлеп тұрып-ақ әйтеуір дегеніне көндіреді. "Ана Аязбай ағаң бір жолы: Ей Балмағамбет, маған 200 теңге бере тұршы. Мына балаға қарыз болғанша бұл дүниеде саған қарыз болып кетейін деп 200 теңге алғаны бар." Балмағамбеттің бұл сөзіне қосылып Есмағамбет те кеңк-кеңк күліп алғанымен сержан үндемеді. Бала үшін қазіргі басты шаруа Есмағамбеттің нілдей бұзылып айнып қалмауы, сөйтіп аман-есен шағалаға жетуі секілді. Есмағамбетті дүкенге қарай бастап келе жатқан сержан өте көңілді еді. Ол аузы әңгімеден босамай сөйлеп келіп жатып та, аяқтарын билеп басып, кейде өз-өзінен секіріп, ішкі қуанышының әсерін де жасыра алмады. Бір жағынан қыстақта тұратындарды түгел танитынын білдірердей пікір туғызып, әрі сонысына мақтанғысы келгендей. "Мынау үйдің иесі ұры", деді ол, жартысы ақталып, жартысы ақталмаған және сол көрінісінің өзі күлкілеу көрінетін бір үйдің тұсынан өтіп бара жатқанда, ол мал ұрлайды, вагоннан көмір де ұрлайды. Сотталып кетпек болғанда пәре беріп қалды. Атын айтып еді, Есмағамбет танымады. "Ал мен оны танимын", деді бала лепіріп. "Ол біздің үйдің сиырын да ұрлай жаздаған. Атам біліп қойып, сиырымыз аман қалды." Тағы бір үйдің тұсынан өтіп бара жатып: "Бұл үйде Айшагүл деген мамамның кластасы тұрады. Ол мені көрсе болды, бетімнен сүйіп басымнан сипайды. Ол өте жақсы адам", деді сондай көңілдене дауыстай сөйлеп. Есмағамбет үнсіз басын изеді. Енді бір үйдің тұсына жеткенде: "Мына үйдің моншасы бар", деді бала. "Мен бұл үйге мамамды ертіп әкелгенмін. Моншадан шыққан соң ертіп әкеткенмін. Атаң мен әжең бұл моншаға келмей ме?" деп қалды Есмағамбет те баланың әңгімесіне араласқысы келіп. "Жоқ, олар моншаға түспейді. Моншаға түсуге ақшалары жетпейді. Сондықтан үйде жуынады. Мен де үйде жуынамын. Ал менің мамам ол үйде жуынбайды. Оның ақшасы бар." Есмағамбет одан әрі үндеген жоқ. Өйткені немере ағасының хал-ахуалы баланың осы сөздерінен-ақ толық аңғарылып тұрғандай еді. Олар дүкенге кіріп келгенде сатушы келіншек сержанның тағы да балмұздақ сатып аларын білгендей тоңазытқыштың маңына қарай жүрді. "Неше балмұздақ керек?" Бала жауап орнына Есмағамбетке бұрылды. Есмағамбет ойланбастан: "Қанша алғың келсе, сонша ал балам", деген кезде баланың жүзі жайраңдап: "Атамның айтқанын естідіңіз ғой", дегендей сатушы келіншекке қарады. Сосын тоңазытқыштың есігі мол ашылған сәтте сатушының бірдеңе деуін күтпестен-ақ бала мұздап тұрған балмұздақтардың ана түрінен де мына түрінен де қолды салды дейсің. Баланың мына қылығына күлімсіреген күйі сатушы оның қос уысы тола әртүрлі балмұздақтардың бағасын әуелі есептеп Есмағамбетке бұрылып: "320 теңге", деді де баланың уысындағы балмұздақтарды пакетке сала бастады. Сержанның қайтар жолдағы көңіл күйін тойға бара жатқандай, әлде тойдан келе жатқандай десе де болады. Қолында етегі жерге сүйретілген балмұздақ салынған көк пакет, аузындағы сөзді біреу тартып әкетердей асығып-аптығып сөйлейді. "Мен мұның қазір біреуін-ақ жеймін, одан да тарелкеге салып ерітіп, қалғанын тоңазытқышқа саламын", деді ол асып-тасып сөйлеп келе жатып. "Ертең таңертең тағы біреуін, күн ысығанда тағы біреуін, сосын арғы күні" дей беріп еді. Бала тоқтап Есмағамбеттің бетіне қарады. "Арғы күні пойызға мінеді екенбіз ғой." "Иә, ол күні Алматыға кетеміз ғой", деді Есмағамбет те күндізгі айтқан уәдесі есіне түсіп. "Сонда сен балмұздақтардың қалғанын қайтпексің? Атаң мен әжеңе беріп кетесің бе?" "Жоқ, олар балмұздақ жемейді ғой. Бұл жерде кәрі кісілер балмұздақты қолдарына да ұстамайды. Сондықтан мен қалған балмұздақтарды Сағынай деген досыма беріп кетемін. Әрі көрші бір үйден кейін тұрады.
оның балмұздақ сатып әперетін аталары да жоқ. Тіпті мен оған Алматыдан келген, атам сатып әперді деп қазір-ақ біреуін берсем де болады. Дәл осы сәтте сержан шын бағытты еді. Ол асып-тасып сөйлеп келе жатып та аяқтарын кейде билеп басып, кейде өз-өзіне секіріп, секектеп үнемі алда келе жатты. Баланың көңіл күйіне орай Есмағамбет те көңілді еді. Бір жағына сәбиді осынша қуандырғанына іштей риза. Осы көңіл күйінің әсері болар. Бір кезде атақты мақтаншақтардай: «Ей, сержан, осы сен оңашада шыныңды айтшы, қай атаңды жақсы көресің?» деп еді. Бала ойланған жоқ. Тіпті Есмағамбет атасының осы сұрақты түбінде бір қоярын біліп әзірленген жанша: «Ең жақсы көретін Есмағамбет атам, сосын Аязбай атам, ең соңынан Балмағамбет атам», деді саңқылдай сөйлеп. Есмағамбеттің тағы күлгені соншалық, осы сәтте жандарынан өтіп бара жатқан екі әйел бұларға бұрылып қарады да, күлкісін тыя беріп тағы да: «Мені бірінші орынға шығарғаның мақұл-ақ шығар. Балмағамбет атаңды ең соңыңа тіркегенің қалай?» деп еді сержан енжар ғана. Өзі де кейде балмұздақ алып жейтін, теңге берші десем бермейді, теңгем жоқ деп. Менің мамам оған уыстап теңге бергенін көрдім ғой. Есмағамбет тағы да күлді. Араларындағы әңгіменің көңілді болғаны сондай. Күлкі легі үйге жеткенше үзілген жоқ. Кешкі шай кезінде сержан Есмағамбеттің жанында болды. Кейде құшақтады, мойнына асылды. Мұның тікірейген мұрттарына бетін басып, ішек-сілесі қатып күлді. «Атаңның мазасын алма, баламыз тентек екен деп кетеді ғой», деп мейіргүл тоқтау айтқан болып еді. Үйренісіп алған бала әжесінің айтқанын құлағына да ілген жоқ. Тіпті Есмағамбеттің иығына асылып тұрып, түнде сенің жаныңа жатамын дегенді де ескертіп қойды. Бірақ сөйтіп жүріп өзі дастархан жиналып болмастан-ақ тырайып ұйықтап қалды да, сол ұйықтап қалған соң күндізгі уәдесі есіне түсіп Есмағамбет: «Өзін Алматыға ала кетсем қайтер еді?» деп еді. Ағасы мен жеңгесі қабаттасып өре түрелгелгені: «Оны қайтесің бейнет қылып?» деді Балмағамбет. «Барған соң оны Күміскүл сіздің үйден алып кетуі керек. Мамама барамын деп өзі қылқылдап бітер. Сонан соң ол қыз жұмысын істей ме, әлде мұны баға ма?» деп мейіргүл өзінше күңкілдеп. Бұл әңгіме одан әріге созылған жоқ. Пойызда шала ұйықтау болып, оның үстіне күндізгі ырду-дырдудан шаршаған Есмағамбеттің өзі де енді жату қамына ыңғайланған еді. Ертеңгілікте ол кеш оянып жуынып болған соң бір уық жеміс ағаштары арасында серуендеген. Ауа мөп-мөлдір, және бұл жердің ауасы Алматыныкіндей емес, жеңіл, таза. Оның үстіне терістіктен аздаған леп соғып тұр екен. Сол леп бір жола бойын сергітіп жіберген Есмағамбет күндегі әдетімен қол-аяқтарын қимылға келтіріп, өзінше шынығып жүріп, кенет тағы да сержанның әдемі үнін естігені: «Мома, мома, сенсің ғой ең дана, мама, мама!» Даусы сондай ерке, тап бір мамасының алдында шолжаңдап отырған еркетотай бала секілді. Есмағамбет бұл әнді бұрын да көп еститін, бірақ баланың айтуында сондайлық әсем естілетіндігін аңдауы осы жолы еді. Сондықтан баланың әлгі әуенді қайталап айтуында ықыласпен тыңдап тұрып, өзі қайда отыр деп мойнын созып жан-жағына қарап еді, көрінбеді. Сөйтсе бала бұтақтарына жан-жағына тарбиып өскен өрік ағашының түбінде тағы да ойыншық күрегі мен ойыншық шелегіне топырақ салып ойнап отыр екен. Тарбиған өрік ағашының діңі мен айнала селдіреген жоңышқа сабақтары оны жасырып бағыпты. Есмағамбет дәл үстіне шыққан кезде бала орнын атып тұрып, арсалаңдап келіп құшақтай алды. «Сен ерте тұрады екенсің ғой?» «Ерте тұрам, шалдар құсап», деді бала арсалаңдай күліп тұрып. «Әлгінде мома дегенің не сөз? Мама демейсің бе?» деп еді. Бала оған тосылған жоқ. «Менің солай айтқым келді. Ол менің момам ғой». Осылай деп тұрып та бала мұның денесіне бетін басып құшақтап еркелеуін доғарған жоқ. Екеуі таңертеңгі шай үстінде тағы да қатар отырды.
Сержан туралған нандарды Есмағамбеттің алдына жақындатып қояды. Шай құйылған кесесін Есмағамбетке алып береді. Оның кесесі босаған сәтте қайтадан әжесіне қарай ұзатады. Шайдан соң жеңіл машина келіп, енді Есмағамбет киінуге ішкі бөлмеге кіргенде ере кірген ол осы оңашалықты пайдаланып, қашан келесің деді, оны жіберуге қимағандай сезіммен. Әрі Есмағамбеттің әр тұста ілінген көйлегін, костюмын алып беріп тұрып, амандық болса ертең таңертең, сосын осында боламын, сосын жолға шығу керек, сосын сен өзің сосын дей береді екенсің, сенен үйрендім ғой, деді бала еркелей күліп тұрып, Есмағамбетке кеше болған әңгімелерді есіне салғандай. Сержанға керегі екеуміз пойызға шығамыз, Алматыға бірге кетеміз деген сөздің тағы да қайталануы екен, Есмағамбет білмей тұрған жоқ-та. Атасы мен әжесінің келісімі болмаған соң бұл жолы айта алмай тілін тістеп қалған. Болмаса ол сөз алдымен-ақ көмейіне келуін келіп тұр ғой. Ойындағы сөзді айтылмағандықтан болар, еркелеуін еркелеп, күлуін күлгенмен баланың көздері кешегідей ұшқын шашып, жүзі де бұл жана қойған жоқты. Керісінше өңіне бір кірбің, көздеріне де мұң ұялағандай еді. Соның бәрін сезген Есмағамбет байқамағандай болып сыртқа шықты. Сержан да ілесіп келеді. Бірақ бала осы қалпында әншейіндегі көп сөзділігінен де оқыс арылып томаға тұйық күйге енгендей. Есмағамбет жеңіл машинаға мінер сәтте ғана ол аз уақыт атасының аяғына оратылып белінен құшақтады. Баланың бұл айласы да мен туралы қайта ойлан, уәдеңді ұмытпа дегені сияқты еді. Есмағамбет мұны да түсінді, бірақ сыр берген жоқ. Үлкендерге тән сабырлықпен елемеген болды. Ауылдағы туыстары арасында бір күн болып ертеңіне мініп келген көлігімен аудан орталығына қайтып келе жатқанда Есмағамбеттің көңіл күйі жұбаулау еді. Сондай күйге түсуінің де себептері болды. Бұл соқпаған 4 жылдың ішінде тай құлындай тебісіп өскен 4-5 қатары дүниеден озыпты. Есмағамбетті көрген соң олардың әйелдері мен бала-шағалары ебіл-дебіл боп жылап қалды. Есмағамбеттің де кәдімгідей көңіл күйі босап, көз жасына ерік берген сәттері болды. Бір топ шалдармен бірге барып әулиеге Құран оқыды. Ол аралда жатқан әке-шешесі өміріне, тағдырына қатысты бар өзге жақын жуық оны бей-жай қалдырған жоқ. Анау үй, мынау үйден шай ішіп, ас жеген кездеріндегі әңгімелер де ауылдағылардың мұң-мұқтаждарының төңірегі еді. Қанша дегенмен өзі туып өскен ауыл емес пе? Күндіз есткен әңгімелерінің әсерінен ананы ойлап, түн жарымына дейін ұйықтамағандықтан болар, ертеңгілікте қарадай шаршап, көңілсіз оянған. Ауыл әсерінен марқұм болған достарын ойлаудан машина ішінде де құтыла алған жоқ. Тіпті қайсы бір сәтте өз-өзінен көңілі босап та қалды. Балмағамбеттің үйіне жеткен соң машинадан көңілсіз түсті. Інісінің қабағын аңдаған Балмағамбет те, бәленше түгеншелердің үйіне бардың, содан көңілің бұзылған ғой деп өзінше бәйек болып жүр. Жеңгесі де қонағы қорадан кіргелі самаурынға су құйып, қазан жуып өзінше әбігер. Араларындағы көңілді жан Сержан ғана еді. Есмағамбет атасының машинадан түсіп жатқан алдымен көріп, жүгіріп келіп құшақтап, қолынан алып жүргенде осы. Алыс қапаста жолға киетін шалбар мен көйлегін түн ішінде дайындап қойғанын да айтып үлгерді. Бірақ бала сөзіне мән берген Есмағамбет болмады. Бала аяғына оралып құшақтап, қолын алып жүргенде де басынан сипады ма, сипамады ма, анығы есінде жоқ. Оның үстіне үйге кірген бойда Балмағамбеттің: «Ей, Сержанжан, атаң жолдан шаршап келген екен, демалсын, сен көп мазасын алмай далаға ойна» деген сөзі де баланың меселін қайтарып тастағандай. «Сөйтейін бе, далаға ойнап келейін бе? Менің ендігі жерде саған жақындауыма, еркелеуіме, кешегідей сөйлеуіме болмай ма?» дегендей.